Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ауызашарға үй жағдайында шоколадты құрма дайындайтын боламыз. Шоколадты құрманы қарапайым заттардан және кез келген дүкеннен табылатын шоколадтардан дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Шоколадты құрма дайындауға мен осындай қарапайым құрманы және де осындай грек жаңғағын, жер жаңғақтарын қолдандым. Грек жаңғағы мен жер жаңғағын видеодағыдай ұнтақтап алдым. Және де 2 бөлек ыдысқа қарапайым Қазақстан шоколад пен воздушный ақ шоколадты бөлек-бөлек салып, су моншасында ерітіп аламыз. Алдымен қара шоколадты ерітіп алатын боламыз. Су моншасына салып, силиконды күрекшенің көмегімен араластыра отырып, 2 ас қасық сүт құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Шоколадымыз ерігенше құрманы видеода көрсетілгендей пышақпен кесіп, ортасындағы тасын алып тастаймыз. Және орнына өз қалауыңызға байланысты дәндерді салсаңыз болады. Кесілген құрманың бөліктерін дәнді салғаннан кейін жақсылап бір-біріне қосып жасайтын боламыз. Осылай керекті құрманың барлығын дайындап аламыз. Мінекей біздің шоколадымыз еріді. Оған 1 ас қасық сұйық май құйып, тағы да силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Тіс тазалағыштың, яғни зубочистканың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп ұстап, құрманы шоколадқа мала отырып, әрбір құрманы осылай дайындап қойған тарелкамызға саламыз. Мінекей қара шоколадты құрмаларымыз дайын болды. Оның бетін өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Түрлі дәндер қойып, немесе кокосовый стружка, тағы да басқа фантазияңызға байланысты түрлі әсемдеуіштерді қолдансаңыз болады. Мінекей қара шоколадымыз дайын. Бұны 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің ақ шоколадымызды ерітіп алдық. Оған да оны ерітетін кезде сүтті қолданбадық. Оған да видеода көрсетілгендей құрмаларымызды тіс тазалағыштың көмегімен аунатып, тарелкаларға салып шығатын боламыз. Егер де сізде ақ шоколад көбірек болса, мінекей мынау кішкене ақ шоколадымыз аздау болып қалды. Тағы да бір аунатып алсаңыз, құрмаңыз әдемі көрінетін болады. Тоңазытқыштағы қара шоколадты құрмаларды алып, бетіне ақ шоколадпен әсемдеп шығамыз. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты түрліше әсемдесеңіз болады. Қалған ақ шоколадты құрмалардың бетіне орналастырып шығатын боламын. Ақ шоколадты құрмаларымызды да жер жаңғақтарымен, грек жаңғақтарымен әсемдейтін боламын. Мінекей, бұл құрмаларды да 20 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. 20 минуттан кейін ақ шоколадты құрмаларымыздың бетін қара шоколадпен әсемдейтін боламын.
тағы да тоңазытқышқа салып аламыз. Мінекей біздің үй жағдайында дайындалған шоколадты құрмаларымыз дайын. Ауызашарға, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады, өте дәмді болып шығады. Немесе ауызашарға сыйлық ретінде осылай дайындап апарсаңыз да болады.